Егер ағылшынның ғалымы Джеймс Шервардқа сенетін болсақ, осыдан 17.000 жыл бұрын Давос тынық мұхитынан сонау Донға дейін ұлы ел, орысша айтқанда Великий империя деген үлкен халық болған екен. Сол Джеймс Шервард 60 жыл бойы осы түркі халқының тарихын зерттеп мынандай қорытынды айтады. Тынық мұхитында үлкен бір апат болып, сол халықтың 60 миллион су астына кеткен дейді. 60 жыл бойын су астынан табылған заттар менен жер бетінен бүткіл шығыстан табылған заттардың барын салыстыра келгенде, сонда көптеген таңбалар, белгілердің барлығы бүгінгі қазақтың 200-ден астам руының таңбалары, ру тайпаларының таңбасы болып шыққан. Сонда айтады, дүниежүзілік цивилизация шығыстан және оның ішінде бүгінде түркі халық деп аталған біздерден басталған деп дәлелдейді. Өзінің ғұмырында 1868 жылғы бір рет шыққан екен Лондонда. Одан кейін 1976 жылы Минскіде шыққан, 2 рет шыққан кітап. Батыс Европаның тарихшылары оған қарсы болып, кітаптың бана жарық көруіне көптеген кедергі жасаған. Жарайды ол өз алдына. 40 жыл ішінде ол жастың зерттеген досы мәселе. Ол өзін сөз зерттеп келе жатыр. Мұны соңғы жазып, алды шығып жарық көрген 1001 сөз кітабы тағы осыған айланып шығады. Бір нәрсе айтайын. Бұл қазақ халқы деген эпикалық халық. Эпикалық халықты дүниенің жүзінен жоғалту деген ол қиын. Ол жоғалмайтын нәрсе. Сондықтан қай ғасыр болмасын, шығыстан да, батыстан да, жан-жақтан қазаққа деген тарихи зауал көп болған. Бірақ соның барлығында да әлі күнге шейін біз жоғалмай келе жатырмыз. Қазақтың рухы, халықтың рухы жоғалуы мүмкін емес. Батыс тарихшыларының айтуынша, соңғы бірнеше ғасырдың ішінде түрік зорлығы деген болған дейді. Олар айтады, тюркский насилие деген. Оның біріншісіне олар Әділханды, шведтердің жазушы Аттылы, соның жорығы. Екіншісі Дулат, Ашбөрі ханның жорығы. Сонау Балқанға барып, сол жерде үкімет Балқар мемлекетін құрып, балғарлардың. Әлгі қазақтың айтатыны бар, барар жерің Балқан тау, ода сенің барған тау дейді ғында. Үшіншісі Шыңғысхан жорығы. Осыған байланысты 3 ғасырдан артық бүкіл дүниежүзілік дипломатия менен разведка тек бізге қарсы жұмыс істеген.